Дүние жүзі бойынша 400 миллионнан астам қаралым жинаған, төрешілерді орындарынан тік тұрғызған сиқыршының қойылымы туралы естідіңіз бе? Естімеген болсаңыз, баяндап берейін. Таланттар шоуында Марк Спелман өзінің қойылымын «Мен өмір бойы ғажайып сиқырды сезіну қандай сезім екенін білгім келетін. Сосын 2 жыл бұрын сол ғажайып сиқырды басымнан кешірдім. Ол оқиға мені және менің өмірімді түбегейлі өзгертті» деп бастады. Келесі кезекте Марк төрешілерге 4 сәтті таратады. Ешкімге көрсетпей, әзірге жасырын ұстау керектігін айтты. Бірінші төреші Амандаға Көбик Рубикті араластырып, жауып қоюын өтінеді. Екінші төреші Дэвидке түрлі түсті қарындаштың біреуін, ал келесі төреші Алишадан жануарлар